Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі облыстық тіл ұлттық қазына атты семинарының қатысушысымын. Мен Айыртау ауданы Родничок балабақшасының әдіскерімін. Бүгінгі семинардан алған әсерім ерекше. Осы семинар барысында әріптестер өз іс-тәжірибелерімен бөлісті. Сонымен қатар бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі тіл мәселесі. Кішкентай бүлдіршіндерге тіл мәселесін берудегі ұтымды ойлармен әріптестер бөлісті. Сонымен қатар бүгінгі таңда мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласында үлкен өзгерістер болып жатыр. Сол өзгерістердің осындай семинарлар нақты қадамдар жасауға үлкен мүмкіндік береді. Бүгінгі семинар өте жоғары дәрежеде өтті, маған өте қатты ұнады. Көптеген тәжірибелер алмастық, өзіме көптеген жаңағы әдіс-тәсілдерді меңгердім, ұнады, өте қатты. Және де осындай керемет семинарлар көптеп өткізілсе, өте тамаша болады деп ойлаймын. Және де алдағы уақытта өз тәжірибеммен бөлісемін деп ойлаймын. Қазіргі таңда балаларға осындай әдіс-тәсілдер арқылы сабақ өткен өте қызықты болып келеді. Балаларға ауызша, қазақша ауызша түсіндірген қазір қызық емес. Сол себепті де осындай әдіс-тәсілдер арқылы жұмыс жасап, балалардың даму деңгейін жоғарылата берейік. Бүгін біздің балапан бөбекжайында облыстық семинар өтті. Мен спикер болып қатыстым. Мен өзімнің тәжірибелерімді, әдіс-тәсілдерімді әріптестеріммен бөлістім. Әріптестеріме, өзінің тәжірибелерімен бөліскендеріне рахмет айтамын. Осындай облыстық семинарлар көп болсын деймін.